Енді келесі соңғы карабин. Ол не үшін қажет? Бізге кисточка жасау үшін қажет. Кисточка жасау үшін жіпімізді кішкене созып аламыз. Тарқатып дейді, созып дейді, ширатып дейді. Әр жақта әртүрлі айтыла береді егер. Айтыла береді енді. Сантиметрлік метрімізді алып, өлшеп аламыз. Шамамен, мінекей. Шамамен 25 сантиметр бізге жетеді. Жоқ, 25 сантиметр бізге жетеді. 25 сантиметр деп алайық. Артығын кесіп тастаймыз. 25 сантиметріміз мына жер болды. Енді дәл осылай 15 жіп кесіп шығамыз. Осының бойымен. Қанша болды? Неге? 3, 4, 5, 6, 7. Егер кисточкаңыз 8, кисточкаңыз жіңішкерек болсын десеңіз, 15-тен аз жасасаңыз да болады. Тоғыз, 10. Бір. Он екі. Он үш. Он төрт. 15. Келесі бізде тағы да өлшеп алайық. Қырық 45 сантиметр. Неге? 45 сантиметр көлемінде кесіп аламыз.
Одан кейін 50 сантиметр көлемінде кесіп аламыз жібімізді. Енді мынау 45 сантиметрлік жіпті карабинге ілеміз. Карабинге кегіздік. Дәл ортасынан, мінекей, дәл ортасын табамыз, дәл ортасына кегіздік. Енді мынау жіптерімізді оң аударып аламыз. Дәл қақ ортасынан осылай бір тегістеп, енді мына жіпке ілеміз. Дәл ортасына ілеміз. Енді жіпімізді айналдырып, карабиннен тағы да бір рет өткіземіз. Оң жағымен мінекей. Ішіндегі теріс жағы ішінде қалды. Оң жағымен әдемілеп осылай буып аламыз. 2 рет қана өткізсек жетеді. Енді карабинімізді дәл қақ ортасына қарай жылжытып алсақ болады. Мынау теріс тұрған жіптерімізді кішкене түзеп алсақ болады арасында. Бұл бізде сәндік үшін, сәндік үшін. Енді мына жіпімізді байлаймыз. Қатты тартып, мынау карабинді байлаған, ұстап тұрған жіпімізді қатты тартып аламыз бір рет. Енді қатты байлап алдық. Тағы да бір рет байлаймыз. Түйеміз осылай. Енді жібереміз. Енді қарасақ, осындай түйін шықты. Енді бағанағы 50 сантиметрлік алған жібімізді мынау карабинімізді бұлай қоямыз, ілінген. Оған 50 сантиметрлік жібімізді осылай тік қойып, мінекей 5 сантиметрдей асырамыз одан карабиннен. Содан кейін мынандай дөңгелек жасаймыз. Қараңыздар. Асырдық. Мынаны қолымызбен ұстап тұрсақ та болады. Енді айналдырамыз. Бір. Жақсылап айналдырамыз. Түрліп қаған, қисайып қаған барлығын түзеп отырып. Біреу қатты қысып. Біреу. Астынан өткіземіз, астынан қарап отырсаңыздар, бірінің үстіне бірін емес, астына қарай. Екеу. Үшеу. Енді домалақ тұрған жіпіміз тұр ғой. Сол жіптің арасынан жіпімізді өткізіп аламыз. Жіпімізді өткіземіз.
мінекей дәл ортасына қарай, екі ортаға қарай істейтін болсақ, енді бағанағы мынау жіптің ұшын тауып аламыз. Соны тартамыз астыға қарай. Сонда мынандай түйін пайда болады. Екі жіпті қатты тартып, жақсылап тұрып түйін жасап аламыз. Түзейтін жерлерін астыға түсіретін, оң қып түзейтін жерлерді мінекей тартып, түзеп, жөндеп аламыз да. Мынау жіпті енді біз былай жасырамыз. Кіші нөмірлі ілмегімізді алып, жіптің арасына, ортасына мінекей арасына өткіземіз. Сөйтіп ілмекке жібімізді іліп аламыз да, тартамыз. Енді мынау шетін тағы да жөндеп аламыз да, мынау жалбырлаған жіптердің арасынан, астынан ілмегімізді салып, тағы да жіпті ілеміз, жаңағы жұмыс жібін. Енді соны астыға қарай тартамыз. Тағы да бір рет көрсетем. Мұқият қарап шығыңыздар. Тағы да бір рет қайталап шығам. Мінекей. Карабинмен жібімізді қоямыз. Жіптің бойымен кішкене аласа болса да болады. Мінекей асырып, жоғары жағынан жібімізді өткізіп аламыз. Енді оны айналдыра аны байлап шығамыз. Ой, так, шығып кетті. Қайтадан істейік. Жібімізді айналдырамыз. Қысып тұрып айналдырамыз. Мынандай қисайып кеткендер болса түзеп аламыз. Және жібімізді бірінің үстіне, бірінің емес, бірінің
өзінен кейін, яғни астына өткізіп отырамыз. Енді мына жіпті екі мына домалақ түйін сияқтының ішіне кіргіземіз да, мына жібімізді тартамыз. Ой, шығып тұрған жібімізді тартамыз. Сонда бізде түйін пайда болады, және астындағы ден түзеп аламыз. Мына жерде қисайған, бір жағы ұзын болып кеткен, бір жағы кіріп кеткен, шығып кеткен дүниелердің барлығын түзеп аламыз. Мінекей. Түзеп алдық. Енді мына жібімізді, жіптің бір ұшын ілмегімізді жалбыраған мына жіптердің астынан өткіземіз. Ортасынан кіргіземіз. Кіргіземіз де мына жібімізді астыға қарай ілмекке іліп, астыға қарай тартамыз. Енді былай ұстап тұрамыз да. Осылай ұстап тұрып, артық жіптерді бәрінің ұзындығын біркелкі алып кесіп аламыз. Мінекей. Кисточкамыз дайын. Алып, сөмкеміздің картосына іліп қоямыз. Сонымен біздің сөмкеміз дайын болды. Толық бітті. Ішіне астар тігу жеке менің мастер-классымда, жеке шеберлік сабағында соған қатыссаңыздар болады. Сөмкеміз дайын болды.